үшін азаптадыңыз балаларды? Айтыңызшы. Оны айта алмаймын. Өш алғыңыз келді ма күйеуіңізден? Өш алу жағдайым болмаған, аффект жағдайында болған, көзіме ештеңе көрінбей, мені бір тиынсыз күйеуім мені Францияға кетіп қалды. Тамақ жоқ, үйде газ жоқ. Солардың кесірінен мен қатты ашуға берілдім. Соттың үкіммен келесіз ба? Соттың үкіммен келесіз ба? Соттың үкіммен келіспеймін, тым қатал жазды. Екі жақты сөйлемесем, бір жақты сөйледі. Операцияға бересіз ба? Көрсетуге қарсы емессіз ба? Қарсы емеспін, көрсете бермейді. Бәріне көрсетуге. Бір емес екі балаларын қинап, аса қатыгездікпен қорлау жасап, зорлық-зомбылық әрекеттерін жасаған. Оларға тән азабын және психикалық зардап шегуге ұшыратқан. Темекі тұқылын шегіп тұр деген айыптап, оның қызып тұрған шанышқымен еріне басып күйдірген. Үтікті қыздырып басып, үстеріне шығып отырып, қызының ішіне басқан. Ұлының бетіне, жамбас тұсына бірнеше жерге қызып тұрған үтікпен басып, оларға тән азаптарын келтірген. Бұдан бөлек, қыстың қақаған күнінде Қошқарата өзеніне апарып, екеуін зорлап, мұздай өзеннің суына түсіріп, сол жерде тұншықтырған. Сот осы әрекеттерінің бәрін өз дәлелін тапты деп есептеймін.